Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі әдістемелік отырысымыз бірінші отырыс. Осы отырысты ата-аналармен жұмыс жүргізудегі тиімді әдіс-тәсілдер тақырыбында өткізбекпіз. Тақырыбымызды бастамас бұрын сіздермен сиқырлы қобдиша деген тренинг өткізгім келеді. Бұл жерде мотивациялық сөздерді сіздерге сыйлағым келді. Өйткені біз тек қана қолдаумен бір-бірімізге жақсы лебіздерімізді білдіріп қана жұмысымыз алға басады деген ойдамын. Отырысымызды ары қарай бастайық. Жаңа айтып кеткендей, ата-аналармен жұмыс жүргізуді маңызы неде деп ойлайсыздар? Сіздерге сондай бір сұрақ қойғым келіп отырады. Ата-анамен және балабақша арасындағы қарым-қатынастың қай түрде түсініспеушілік ата-анамен тәрбиешінің арасында түсініспеушілік баласына көмектесуге қолдау үшін және ата-анамен ата-ана бала және тәрбиеші бас ұстазы баланың бас ұстазы ол ата-ана ғой. Сондықтан да сол ата-анамен яғни үш тәрбиеші ата-ана бала арасындағы яғни бірге жұмыс жасау мақсатында. Өте рахмет, өте күшті осы жауап. Жалпы бұл ата-аналармен жұмыс жүргізудегі ең тиімді әдіс-тәсілдердің міндеттері, ол жаңағы айтып кеттіңіздер өздеріңіз ата-аналардың педагогикалық мәдениетін, құзыреттілігін арттыру. Яғни бізде барлық ата-аналар мысалы педагогтар емес қой, көп ата-аналар жай ғана жұмысшылар, тағы басқа деген секілді. Сондықтан бізде педагогикалық не болғасын, лауазым. Біз ата-аналарға жаңағы сүйемелдеу білдіру керекпіз, баланың тәрбиесі мен біліміне. Екіншісі ол тәрбиеленушілердің отбасымен әріптестік қарым-қатынасты орнату, жаңа Самас апай айтып кетті. Яғни баланс болған кезде, яғни біздің де жұмысымыз алға жүреді деген нәрсе. Сол балансты жақсылап орнатып алу керек екенбіз. Үшінші ол балаларды дамыту және тәрбиелеу үшін отбасы мен мектепке дейінгі ұйымның күш-жігерін біріктіру. Жаңағы екінші мен үшінші міндет өзара бір міндет деп біріктіруге болады. Келесі мектепке дейінгі ұйым тәрбиеленушілері мен педагогтердің қарым-қатынасына оң көзқарас, ортақ мүдделер, өзара түсініспеушілік атмосферасын құру. Жаңағы өзіңіз айтып кеткендей. Соңғысы ол мектепке дейінгі ұйым қызметіне тарту ата-аналарды, әртүрлі біздің іс-шараларымызға. Сонымен қатар бұл жерде тәрбиешілер өздерінің креативті идеяларын, мысалы бұрынғыдай бір ізгілік ата-ана жиналысы болсын, басқа да іс-шаралар болсын ата-анамен жүргізетін, бір сарынды өткізбей, әртүрлі инновациялық технологияларды қолдану арқылы, ата-аналарды қызықтыру арқылы жаңа осы біздің тәрбиемізге, жұмысымызға қосу, біріктіру оларды, қызығушылығын арттырып отыр. Жалпы бұл міндеттері балаларды ерте дамыту институты, жас аналар мектебі, әжелер мектебі, әкелер мектебі деген бағдарламаны бізге ұсынған болатын. Жалпы бұл бағдарлама ешқандай новшество емес. Біз бұл бағдарлама бойынша, жалпы бұл жаңа не бойынша жұмыс жасағанбыз, яғни ата-аналарды, әкелерді де әртүрлі спорттық іс-шараға, тағы басқа біз осы балаларды тәрбиелеу мен білім беруге қатыстырған болатынбыз. Бірақ бұл жаңағы балаларды қазақи нақыштарын адал азамат бағдарламасын біріктіріп, ұштастырып, жаңа балаларға өзіміздің қазақи тәрбиемізді байланыстырып тәрбиелеу бойынша бұл ұсынылып отырған бағдарлама. Бұл бағдарламаның өзіндік міндеттері, мақсаттары бар. Қазір оны да сіздермен айтып кетейін. Мінекей, балалардың қызығушылығын арттырып, біздің жаңағы тәрбие мен білім берудің немізге кіріктіру. Жаңа ата-аналарға түсіндіру үшін, яғни бұл жерде жалғыз тәрбиешінің ғана немесе педагогтың ғана бір ізгілікпен жұмыс жасамайды, біріккен кезде ғана біздің жақсы нәтиже көретіндігіміз туралы. Жалпы сосын күтілетін нәтижесі, оны өздеріңіз жаңағы нені байланысты орнатқан кезде сіздер міндетті түрде ол нәтижесін көресіздер. Жалпы бұның нәтижесі ата-анамен жаңағы қарым-қатынасты орнатқанда ол бірден сразу пайда болатын нәрсе емес, оған көптеген уақыт керек. Қазіргі заманға қарай сіздер білесіздер, ата-аналар көбінесе баласын балабақша болсын, мектепке болсын, бір қорқыныш сезіммен жаңағы әкелген педагогты зерделеу көп, өкінішке орай. Сондықтан сіздер педагог ретінде өзімізді ата-аналардың алдында ең бірінші стержен өзімізді педагог ретінде ұсына білу керекпіз, өзіміздің жаңағы мәдениетімізді, жаңағы сол педагог деген сөзден шығып тұрған жан-жақты екенімізді, яғни біз и психологпыз, біз жаңағы оларға барлығын үйретілетін, барлығын білетін маман ретінде ата-аналарға жақсы бағыт бере білу керекпіз. Сол кезде ғана уже ата-ана сіздерге сенім артады да, уже ортада жаңағы баланс пайда болады. Түсінікті, консультативті пункт деген қызметін ұйымдастыру мен сіздерге жоғарыда айтқан болатын бірінші специалитте, что бізде консультативті пункт болады деп, оны былтырдан бері біз 2 жыл төңірегінде жүргізіп жатырмыз. Яғни ол консультативті пункт деген бұл не нәрсе? Консультативті пункт дегеніміз ол үй жағдайында отырған балалардың ата-аналарына біз педагогтар тарапынан әдістемелік сүйемелдеу көрсету. Яғни бұл жерде әдістемелік сүйемелдеу дегенде жаңағы балалардың жас ерекшеліктеріне қарай дамуларына көмек білдіру, ақпарат беру, әртүрлі кеңестер ұсыну деген секілді бұл сондай нәрсе. Қазір білесіздер, көп ата-аналар балаларын үйде ұстайды, әртүрлі себептермен. Биылғы оқу жылында біз де өзіміздің консультативті пункт қызметінің жоспарын жасап қойдық. Оны мен сіздерді таныстырамын. Ол жерде бізде жалпы жас ерекшелік бойынша әр тәрбиешілердің өздерінің жүргізетін жұмыстары бар. Қосымша педагогтардың, біздің жаңағы қазақ тіл маманы, музыка маманы, сонымен қатар дене тәрбиесі, психолог, логопед, дефектолог деген мамандар бойынша тоже ол сүйемелдеу жұмыстары жазылған бұл жылдық жоспарда. Сол жылдық жоспарды біз жүзеге асыруымыз керек. Енді осы төңіректе мен сіздермен тағы да бір ойын ойнағым келіп тұр.
мына жақта назарларыңызды аударсаңыздар, мына жерде не көріп тұрсыздар, соны айтыңыздаршы маған. Құлып жоқ, құлып көріп тұрмыз, иә. Бұл құлыпты немен ашамыз? Кілтпен ашамыз. Ал кілттен басқа немен ашуға болады? Сыммен ашады. Сындырып ашуға болады, иә. Сосын тағы да топсасын жұлып алуға болады, дұрыс. Сосын тағы да жаңа сіз не дедіңіз, базар жүрсіңіз, сонымен сосын сіз топсасынан жұлып алуға болады дедіңіз. Шпилькамен қиналып бара жатып топсасынан жұлып алған жоқ, сол қиналып тұрған айтып тұрмын, топсасымен бірге жұлып аласың, соны айтқан құлыппен бәрі. енді қараңыздар, барлықтарыңыз айтып болдыңыздар ма? Жауабын құлыпты қалай ашуға болады? Құлып өзінің құлыбын сіз басқа қалай ашуға болады? Сіз айтыңыз немен жұлып алуға болады? Сіз айтыңыз топсасымен бірге. Тағы да бар ма қосатындарыңыз? Шұқып қиратып, иә? Енді қараңыздар. Жоқ, ол кілт сіз одан басқа қалай ашуға болады? Болмайды, иә? Енді дұрыс жауабын тыңдаңыздар. Мынау құлып деген ол бала. А оның жаңағы құлып несі? Кілті ол тәрбие білім беру. Яғни оны жаңа сіздер өздеріңіз айтып отырсыздар, оны сынып, оны бүлдіріп без, а жаңағы әртүрлі тәсілдермен түсініп тұрсыздар, иә? Оны жаңағы шпилькамен біз білдіріп аламыз, иә? Баланы білдіріп аламыз. Гвоздодермен де ашса оны білінеді, бала демесе. Жаңағы топсасынан жұлбаса ол сәсен осылай береді, ешқандай білімді алмайды, ештеңе алмайды, ол топсасынан жұлбасын ақ жүресің бітшіріп, иә? А жаңағы сонда біз оған өзінің ғана құлпы ғана ашқанда ол білінбейді екен, жаңағы ол ключ, это знание, білім. Яғни соны біз әртүрлі әдіспен, техникамен балаға білдіруге подход қылу керекпіз. Енді екінші тапсырма алдарыңызда А4 қағазда. Содан осындай самолет жасаңыздар. Мындай самолет жасаңыздар. Білесіз, бала кезімізде жасаушы қой. Міне, осындай самолет жасаңыздар. Мындай. Олай емес, по-моему, ортасынан бір бөлмеміз бе? Мен самолет ортасынан, иә, мінекей. Енді қараңыздар, әр бала әр түрлі, иә, біреу кішкене нәтижеге келіп біреу нәтижеге жетті, біреу жақындады, тағы басқа секілді, иә. Сонда бұл әдіс арқылы не айтқым келіп тұр? Әр баланың деңгейі әртүрлі. Соны біз тәрбиеші ретінде ескеру керекпіз. Талап қойғанда балаға, мысалы сіздер алып келдіңіздер ме тапсырма жаңағы сурет салу, тағы немесе аппликация, немесе жаңағы қиып жабыстыру. Мейлі олардың жас ерекшеліктері бірдей болсын, бірақ олардың 10 бала, 20 бала әртүрлі қылып істейді. Яғни біз өз жұмысымызда мен сіздерге осы ойын арқылы соны жеткізейін деп. Баланың бір жас болса да, ол 4 жас, 2 жастағы, 3 жастағы балалар болса да, ол жаңағы отырған балалар жаңағы берілген тапсырманы әр деңгейде орындайды. Біреуі мүмкін сәтсем жасамауы мүмкін, біреуі жақсы жасауы мүмкін, біреуі орташа деңгейде жасауы мүмкін. Түсінікті? Ойынның мақсатын түсіндіріп жіберейін, шартын. Мына жерде күшті бір подарок бар. Осы бүгінгі отырыста сіздерге кішкене болсын жаңағы аталармен жұмыс жүргізуде бір әдіс тәсілдер қолдану немесе жалпы бір осы жұмысымызды жүргізудің дұрыс қай жағы тиімді болатыны туралы сіздерге ақпарат бердім. Осының ішінен өздеріңізге керекті нәрсені аласыздар деген ойдамын. Жалпы әр педагог ол өз бетіне жеке тұлға ғой. Яғни біз педагог болғасын жан-жақты болу керекпіз, ізденісте болу керекпіз, шығармашыл болу керекпіз. Осы жаңағы айтылған ақпараттан өздеріңізге бір кішкене болса да нәрсені түйіндеп, өздеріңіздің жұмыстарыңызды қолдансаңыздар, жаңағы ата-анамен жұмыс жасағанда өздеріңізге де жеңіл болады. Бүгінгі уақыттарыңызды бөлгеніңізге көп рахмет.
келесі отырыста денсаулық болыңыз.